Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай қытырлап баклажан мен кабачкидің құрамымен бөлісемін. Ол үшін бізге бір баклажан және де бір кабачки керек. Екеуін бірінші тазартып, жуып, бас жағын кесіп аламыз және де видеодағыдай дөңгелектеп тураймыз. Кабачки мен баклажанның қалыңдығы 1 см болу керек. Келесі кабачки мен баклажанның үстіне 1 литр суды құямыз және де оның үстіне 1 ас қасық тұз саламыз және де 1 ас қасық 9% уксусты құйып жақсылап араластырамыз. Кабачки мен баклажан осы суда 10 минуттай тұру керек. Енді осы 10 минуттай тұрған баклажан мен кабачкидің суын төгіп тастаймыз. Келесі баклажан мен кабачкидің панировкасын жасаймыз. Ол үшін бізге жүгері ұн керек, құрғақ чеснок керек, тұз және де паприка керек. Осылардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Келесі панировкаға баклажан мен кабачкидің екі жағын видеодағыдай осылай батырамыз. Ысып тұрған табадағы майға баклажан мен кабачкидің екі жағын аудара отырып пісіріп аламыз. Кабачки мен баклажанның бір жақ бетін 2-3 минуттай пісіріп, келесі бетін аударамыз. Кабачки мен баклажан осылай аздап қызара пісу керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай майды өзіне сіңірмеді. Кабачки мен баклажан осылай қытырлап керемет болып пісті. Достар, осы рецептпен пісіруді ұсынамын.